Енді әлемдік мамандар орта салмақта қазақ үздіктерін қарағанда бірінші болып назарлары Мейірімге ауады. Неге Жәнібектен жоғары тұр деп сараптайды. Сосын қызығушылық туындатады. Мейірім Нұрсұлтанов заңды түрде көтерілді. Соңғы жекпе-жегін сайт өте жоғары бағалаған болатын. Өйткені қарсыласы жеңілмеген, әрі түрлі рейтингтерде жоғары орындарда болып келген еді. Демек, мансабын аяқтауға жақын тұрған Головкинді қоспайтын болсақ, Мейірім енді ресми түрде Қазақстанның ең үздік профи боксшысы. Иә, оның еншісінде ешқандай белбеу жоқ қой. Қалайша бірінші дейтіндер де табылар. Мұнда да жауап бар. Нұрсұлтанов өз мансабында шынайы мықты боксшылармен жиі шығып отырған. Осыдан оның жинаған ұпай коэффициенті де айтарлықтай мол. Боксрек оның үстіне ешқандай ұйымдардың рейтингтеріне алақтамайды. Жалпы рейтингті шығарады. Бұл ретте Мейірімде бірнеше жол бар. Бірақ маған жеткен шынайы инсайтқа сенер болсам, қазір бауырымыз IBF бойынша чемпиондыққа бастар жолды көздеп отыр екен. Бұл Эскива Фалькаомен болар жекпе-жек. Соңғысында байқаған шығарсыздар. Нұрсұлтановтың жанында Эгис Климас болды. Бұл азамат Мейірімді Америкада жүрген кезінде біршама ерткен еді. Сосын боксшы қазақстандық промоушнда болғанда ол аздап алыстап кетті. Бірақ бір жолата қол үзген жоқ. Кешегі Оңтүстік Кореяда өткен кездесуде Мейірімге ұйымдастырып берген Климас екендігі анық. Демек, олар қайта бірге жұмыс жасай бастады. Ал Климас чемпиондық жекпе-жектер ұйымдастырып бере алады. Бір сөзбен, назардан түсірген мықты боксшымыз қайтадан әлемге жарқ ете қалды. Енді әлемдік мамандар орта салмақта қазақ үздіктерін қарағанда бірінші болып назарлары Мейірімге ауады. Неге Жәнібектен жоғары тұр деп сараптайды. Сосын қызығушылық туындатады. Енді ойды қорытындылайық. Әлемдік профи бокста қазақтар дендеп келеді. Генаның салып берген сара жолымен жігіттер барлық белбеуді алулары әбден мүмкін.